біз санды өрнекпен танысатын боламыз. Санды өрнек бұл арифметикалық амалдардың таңбаларымен байланысқан сандардың жазбасы. Енді осы пайда болған санды өрнектердің бірнешеуін оқып көрейік. 4 пен 2 санының қосындысы, 9 пен 6 санының айырмасы. Санды өрнекте артық, кем, тең, салыстыру таңбалары болмайды. Кәне, бәріміз бірге санды өрнектер жазылған шарларды жинайық. 4 пен 2-ның қосындысы, 5 пен 1-дің айырмасы, 7 мен 4-дің айырмасы, 9 мен 8-дің айырмасы, 7 мен 2-ның қосындысы, 10 мен 3-дің айырмасы. Неліктен біз көк шарларды алмадық? Дұрыс, оларда салыстыру таңбалары бар. Демек, бұлар санды өрнектер емес. Түрлі түсті шарларға қарап санды өрнекті тауып оқиық. Егер 5-ке 3-ті қоссақ, 8 шығады. 8 санды өрнектің мәні. Арифметикалық амалдар нәтижесінде шыққан сан санды өрнектің мәні деп аталады. Құрамында әрпі немесе салыстыру таңбалары бар болса, онда ол санды өрнек болмайды. 5 қосу 3 бұлай оқылады. Бірінші қосылғыш 5, екінші қосылғыш 3, қосындының мәні 8. Санды өрнектің мәнін табу үшін ондағы барлық арифметикалық амалдарды орындау керек. 7-ге 1-ді қосамыз, 8 шығады. 8-ден 3-ті азайтамыз, 5 болады. 5 саны санды өрнектің мәні. Санды өрнектер мен олардың мәндерін бір-бірімен қосып, әр балапанға өз досын табуға көмектесейік. 6 мен 3-дің айырмасы 3-ке тең. Егер 2-ге 2-ні қоссақ 4 болады. 5-тен 5-ті азайтып 0-ді аламыз. 7 мен 2-ның қосындысы 9-ға тең.